Қазақтың жыр бесігі сөздің сүлейі, өнердің өркені қармақшы десек артық айтқандық емес. Сыр бойындағы бұл келі өнер ежелден рухани діңгегін ұстап келген қастерлі мекен. Халқының жүрегінде телберіп, ұрпақтың санасына көшкен жыр толғаулар, эпос жырлар мен ақындық айтыстың алтын көмбесі осы топырақтан тамыр жайған. Қармақшы бұл тек бір аудан емес, бұл жүз шайыр мен ақынның мекені. Мұнда қара домбыра қастерлі дүние. Туған жер топырағынан нәр алған шырайлар сөз өнерін сарқылмас бұлаққа айналдырған. Жақында ғана сонау Сыр елінің бастауы болатын Жаңақорған ауданы, Шиелі, Сырдария, Жалағаш аудандары өздерінің өнерлерін осы байқауда ұсынған болатын. Міне бүгін қасиетті Қорқыт баба байыз тапқан жер, Марал бабамыздың қоныс тапқан жері, қасиетті қармақшылық өнерпаздар бүгін Сыр халқына, Сыр жеріне, бас қаламыз, бас шаһарымыз Қызылордаға келіп жатыр. Кеш барысында сахна төрінде Сырдарияның сыңғыры, Қуандарияның күрсінісі, Бозторғайдың әні сынды табиғаттың үніне үндес әуендер шырқалды. Жазық дала мен самал желдің өзі жырға айналған. Қармақшы өңірі ақынға шабыт, әншіге әуен сыйлап келетін өлке екенін тағы бір дәлелдеді. Кештің көркін қыздырған сәттердің бірі ақиық ақын Серік Ыдырысовтың қармақшыға арналған жүрек жарды жыры болды. Ақынның жыр шумақтары көрерменнің көңілін толқытты. Қармақшы елі менің Мекке Мәдинам. Болама туған жерге намыстанбай, қармақшы жүрер менен алыс қалмай. Мысығы қармақшының иттей болады, иттері қарап тұрсаң арыстандай. Мен үшін қармақшының бар адамы, шетінен Аристотель данышпандай. Жыраулар жырлап, әншілер ән сап, жырау жырлаңыздар. Ешқашан жаман нәрсе қылмаңыздар. Қармақшының өнерін таң атқанша Қызылорданың шаһары тыңдаңыздар. Бұл күн тарихта мәңгі қалсын, қармақшының жұлдызы жансын. Осы бәйгеден қармақшы елі бас жүлдені алсын. Қармақшы өңірі Қорқыт Ұзанның жатқан жері, Марал бабам Ерсейітпенбет әулиенің жатқан жері, бір ауылдан 100 шайыр, бір ауданнан 1000 ақын шыққан қасиетті топырақтың өнерпаздары Қызылорда шаһарында өнер көрсетіп жатыр. Қармақшының өнерлерін тамашалап, мына жұрттың қызығушылығын, Қызылорда шаһарының халқының ұйымшылдығын, қармақшының өнерін сағынған, жыраулардың, сүлейлердің мақамын сағынған көріп қуанып жатырмыз. Жалпы қармақшы топырағынан Парижге ең бірінші Әміреден кейін барған Алмас Алматыда қармақшының тумасы. Және де Жапонияға барып таңғалдырған, Күншік сенің таңғалдырған Қуандық Бүрдібаевта қармақшылық. Атақты Көшеней Үстінбекте қармақшылық. Және мынау ең бірінші қазақ тарихында сахнаға гитарамен шығып, айтысты гитарамен қыздырған Серік Ыдырысовта қармақшылық. Қызылорданың қалың жұртшылығы рухани әлемге жетелеген тарихтың таңбасы, рухтың ордасы Қызылорда атты облыстық өнер байқауы бүгін Қазалы ауданы жалғастырады. Аружан Бейсенбаева, Олжас Дәуіт, Сабыржан Қаратаев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.